Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 99-шы сабақтың тақырыбы айт құтты болсын деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтін бойынша сұрақтар қоясың. Бірінші тапсырма: оқы және жаттап ал. Айт. Жер жүзі көкшөп болып түрленгендей, қызарып бәйшешектер гүлденгендей, киініп қыз келіншек жарқылдайды, бір түрлі жаңа тұрмыс түргенгендей. Өлеңнің авторы Сұлтанмахмұт Торайғыров. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Айт күндері. Айт құтты болсын, айтсын жақсылығы бірге болсын. Жыл 12 айда бір келген жарықтық айт қой. Бұл күнді көргенде бар шығар, көрмегенде бар шығар. Ауыл адамның бәрі қыбырлап, ерсілі-қарсылы кезіп жүр. Бәрі де әдемі киінген. Жүздерінде қуаныштың белгісі бар. Жер ошақ біткеннің көбінде асылған қазан, ақ көбігі бұрқылдап ет қайнап жатыр. Бір топ қыдырып, айтты қалып жүр. Ауыл гу-гу. Айт құтты болсын, жақсылығы бірге болсын. Мәтіннің авторы Бейімбет Майлин. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Бейімбет Майлин жазушы, ақын, драматург. Бейімбет Майлин 1894-1938 жылдары өмір сүрген. Қостанай облысы Таран ауданы, қазіргі Бейімбет Майлин атындағы ауылда туған. Ол әңгіме жанрының асқан шебері. Төртінші тапсырма: мәтіндер бойынша айт мерекесіне қатысты 3 сұрақ дайында және оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: айт қашан болады? Айт жылына бір рет болады, яғни 12 айда бір рет айт мерекесі тойланады. Екінші сұрақ: айт күні адамдар не істейді? Айт күні адамдар бір-бірінің үйіне кіріп айттап шығады. Үшінші сұрақ: айт күні қандай тілектер айтылады? Айт күні айт құтты болсын, айттық көбейсін, айт жақсылығымен келсін, айттан айтқа жете берейік деген тілектер айтылады. Бесінші тапсырма: айт күні айтылатын 5 тілек жаз. Айт күні айт құтты болсын, айттан айтқа жете берейік, айтта тілеген дұға тілектер қабыл болсын, айттық көбейсін, айт жақсылығымен келсін деген жақсы тілектер айтылады. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.